Достар, сәлем. Алдын сөз берген ақша и қарыз темасын бүгін жабамыз. Егер сіз бұл тақырыпты әлі көрмеген болсаңыз, актуальный сториста ақша деген не тұрды, сохраненный история. Сол жерде екі техника бергем. Соларды жасап, содан кейін көріңіз, чтобы сізге расымен де пайдалы болу үшін. Қараңыз, жалпы ақша қай кезде адамда проблема болады. Қашан екі түрлі проблемасы бар. Біреуі или таппайды, или біреуі жаңағы потолоктан аспайды, и қарызда, иә. Қай адамдар ақшадан қиналады? Пока давайте қарызды айтпайық, вообще ақша туралы айтайық. Қай адамдар ақшадан өспейді, белгілі бір потолоктан шыға алмайды. Возможно, айына 150 табады и не больше. Возможно, 500 табады и не больше, да, осылай миллионға дейінгі адамдардың проблемасы бөлек, ойлайтын заттары бөлек, и жұмыс жасау сферасы бөлек болады, чтобы потолокты көтеру үшін. 1 миллионнан кейінгі адамдардың проблемасы мүлдем бөлек. Сондықтан біз қазір осы 1 миллионға дейінгі адамдардың проблемасын айтамыз. Қандай адамдарда ақша зор келеді? Біреулерге күштілеп келуі де мүмкін, бірақтан қолдарында ұзақ тұрмайды. Или басқаларға жарат тастайды, или қарызға кіріп кетеді, или бір нәрсе сатып алады, қолында тұрмайды. Бұл адамдар бірінші кезекте қорқынышы бар адамдар. Қорқыныш әртүрлі кезде қалыптасады. Біреуі жаңағы бала кезде, в особенности ата-аналар бір-бірімен ұрысқан кезде. Мысалға, ақша үшін ұрысады ғой, таптың ба, таппадың ба, бар ма, жоқ па, жетпей жатыр, не істейміз деп, осылай семьяда осындай в основном атмосфера болған кезде балаларда на автомате отырады. Ақша это проблема. Поэтому лучше ақша болмағаны дұрыс. Ақша бар болса, ұрыс бар болады деп фонда жаңағы установка отырады, сөйтеді, адамдар ақшадан қашып жүретін болады. Мына саналы түрде ойлайды, типа, я байығым келеді, независимый болғым келеді дейді. Бірақтан анау глубоко копать еткен кезде қорқыныш шығып тұрады. Қазір эфирдің соңында мен сіздерге бір техника берем, сонымен сіз глубоко тұрған затты тауып аласыз, и сонымен жұмыс жасағанда ғана ақшаға қатысты проблемаңызды шеше аласыз. Өйткені ақша бұл андай зат емес, қараңыздар, ол бір материальный бір зат емес. Мысалға, мен бұрын бүйтіп ойлайтынмын, мен баюым үшін біреудің қалтасынан ақша азаю керек деген мышление болатын еді. Вот бала кездер бұрындарда. На самом деле ақша ондай емес. Мысалға, дүние жүзінде бір жаңа адам өмірге келген кезде біз ешқайсымыз уайымдамаймыз ғой. Ойбай, бізге кислород жетпей қалатын болды, адамдар саны көбейіп бара жатыр, не болды деп. Себебі білеміз, то, что ауа бәріне жетеді. Бұл изобилие бәріне жетеді. Ол бір мөлшерде ғана емес, ол бәріне жететінде өте жаңағыдай берекелі зат. Ақша тура осындай энергия. Сіз баюыңыз үшін басқа бір адам кедейлену қажет емес. Сіз баюыңыз үшін сіз азаннан кешке дейін жұмыс жасауыңыз керек емес. Бір адамда да, кстати, осындай тоже установка бар. Мен баюым үшін көп жұмыс жасауым керек дейді, а на автомате бұл психикаға ауыр зат, сен көп жұмыс жасағысы келмейді ешкім. Өйткені шаршайсың, шаршағаннан кейін для чего это? Одан кейін ол тапқан ақшаны еще жұрттар алады, басқаларға жаратады. Соответственно, психикада мотивация қалмайды ол ақшаны табуға. Екіншісі жаңағы ауыр жұмыс дейді, и на автомате адам бармайды. Мына жақтан ойлау мүмкін, да хочу деп, бірақ әрекетке көше алмай жатқан болсаңыз, сізде, скорее всего, сонда төменде бір зат бар. Одан кейін ақша қай кезде адамда проблема болады? Родология. Родология деген әулеттегі проблема. Әулеттен әулетке келіп жатқан, жалғасып келе жатқан бір проблема. Мысалға, болған бір историяны айтайын. Бір адам өзі бизнесмен, успешный, арғарай шыққысы келеді потолоктан, финансовый потолокты жарғысы келеді, бірақ у него это не получается. Сөйтіп, оның родологиясын зерттеген кезде, оказывается, оларда бір кезеңде мынандай зат болған екен, бай болған солардың әулетіндегі адамдарды өлтірген екен. Тарихында прабабушка, прадедушкаларында, олардың жаңағы балаларында, тетя дядяларында сонда бір история болған екен, да? И на автомате әулетте программа отырады, ақша опасность деген. Мен байсам, мені өлтіреді деген, анда қорқыныш пайда болады, и адам әрекет етпейді. Екінші зат осы болуы мүмкін, родология. Оны тоже қазбалап көру керек болады. Одан кейін чувство стыда бар.
чувство стыда и чувство вины осы екеуі бар адамдарда тоже ақшамен всегда проблема болады. Возможно, табады, бірақ қолында тұрмайды. Или вообще таппайды. И даже ол табуға әрекет етпейтін болады. Чувство вины мына затты тежеп тұрады адамда. Сен жамансың, и саған неғылмау керек, сен жақсы өмірге лайықты емессің. Или же қалай сен байисың, егерде сенің атанаң қазір бай болмаса деп. Қош келдіңіздер ханымдар. Кейін бастан бастап көресіздер, қысқа эфир болады. Соңында техника жасаймыз, қаласаңыздар бірге істесек болады. Так, чувство вины бар адамдарда тоже ақша болмайды. Себебі жаңағыдай, қалай вот аналар қиналып жатыр, а ты будешь шиковать. Осы ол төменде отырды, на самом деле ойлайсың, мен байсам, мен көмектесемін деп. Бірақ сен іштегі бала отырады да, кінәлі сезініп отырған өзін. И ол өзіне не разрешает баюға. Ол бала үйтіп ойлана алмайды әлі. Оның мышлениесі узкий. Ол мен байсам көмектесе алам ғой деген глубокий затты ішіне отырғызбады. Ода тек қана мен жаманмын деген зат бар. И маған рахат өмір сүруге болмайды деген не бар, установка бар. Поэтому адам әрекетке өтпейді. Или вот конечный результатқа жетпейді, жаңа қомақты сумманы алуға. А чувство стыда адамға мына затты береді. Байқайсыздар ма, біреулерде и қабілеті бар, и бірнеше затты біледі, допустим, бірнеше тілді біледі, күшті навыктары бар, бірақ соны қолданып әрекетке өтпейді. Сенде вот тұр ғой, барса істесе десең, ол каким-то образом откладывать ете береді. Өйткені ұялады. Вот как мен өзім қандай бармын, тура солай ортаға шығуға ұялады. Потому что ол ұят. Бұл чувство стыда и вины примерно білесіздер ма, 1 мен 7 жас арасында қалыптасатын дүние балада. Сол кезде отырған травмалар. Сол жермен жұмыс жасау керек. Сол кезде адамда жаңағы энергия блоктары ашылады да, и адам проявляция ете бастайды, ақшаға қарай ұмтыла бастайды. Сосын, так, осы 4 основной заттар бар. Адамдар осымен жұмыс жасаған кезде ақшасымен проблемасы шешіле бастайды. Адам уже әрекет ете бастайтын болады, соответственно, ақша сізге келе бастайды. Енді давайте бітеміз. Вот сіздегі именно қай проблема бар екенін қазір тест жасап көрейік. Бітіңіздер. Так, мен шетелге, или давайте сұрақтарыңыз болса бірінші сұраққа жауап берейік, кейін техникаға өтеміз. Мен шетелге демалуға барам десем, жұмыстан әйел айтады маған, шетел сенің не теңің? Сен түгіл мен барған жоқпын, мен түгіл сенің мамаң барған жоқ шетелге дейді. Жаман бір түрлі болып қалдым мен. Знаете, сізде границаңыз өте слабый. Кстати, вот границасы слабыйларда тоже ақшамен проблема болады. Өйткені сен жоқ деп айта алмайсың, и қарызға беріп қоя бересің. Біреулер сол үшін де байығысы келмейді. Өйткені мен байсам, жұрттың бәрі менен сұрап кетеді деп қорқады да. А ол граница жоқ қой, четко для себя что хочет білмейді әлі. И сол ақшасын қорғап қала алмайды. Одан да мен ақшасыз болайын дейді. Біреулерде мынандай зат болады. Ренішті қолданады. Кімде реніш бар, сол адамдарда да ақша болмайды. Өйткені реніш бұл анда ортадағы не зат? Моста саған көмектеседі, инструмент саған көмектесетін. Мен ана адамға ренжіп жүрмін, не үшін? Егер мен онымен достасатын болсам, мен оған ақша беруім керек болады. Ал мен жоқ деп айта алмаймын, лучше ренжіп жүре берем дейді. И реніште осындай бір выгода адамға, вторичная выгода. Чувство вины, стыда, қорқыныш, бүкілінің вторичный выгодасы бар, адамға бір пайдасы бар. Соның әсерінен адам алдыға жылжымайды. И білесіздер ме, выгода соңында неге келіп әкеледі? Жауапкершілікке келіп әкеледі. Адам жауапкершілік алудан қорқады. Мен қазір сіздерге резкий переходтарды айтып жатырмын да, түбіне. Бірақ соны осознавать ету үшін біраз жұмыс жасау керек. Что вы понимаете, сол үшін сразу айтып жатырмын. Жауапкершілік алмаған кезде тоже осындай проблема болады. Жаман бір түрлі болып қалдым. Қараңыз, вот сізде граница слабый, поэтому ана адам сіздің границаңызға кіреді де, и там натаптала өзінің ішіндегі жаңағы несін, недовольствосын өмірге деген, өзінің төмен самооценкасын алады, у вас там оставила, бұл как бір мешок сияқты елестетіңіз, қоқыс пакеті сияқты. Ол өзінде тасу оған уже иіс бере береді, каждый раз иіс келген кезде, вот воняет деген не келеді. Ощущение келеді, и лучше это оставить у кого-то. Ол с этим пакетом не знает, что делать. Оны ашып, қопарып, что не мое, что мое, разобраться етпейді да, потому что установкалар сондай. Көп установкалар на самом деле сіздікі емес. И алата лучше у вас оставит. И сосын, вот не только мен сасып жатыр, мен сен де сасып жатсың деп, вот осылай довольно жүреді. Сол себепті границаны не қылыңыз,
қорғауды үйрену керек. Сіз знаете, оған мен сізге қазір күшті бір инструмент айтайын. Ол сізге тағы да солай айтқан кезде, енді не знаю, у вас получится или нет, чувство вины и стыданы проработать етпей, адам өзінің қалайтын затын айта алмайды, бірақ сонда да бір айтайын, вдруг у вас получится. Сіз неге олай айттыңыз деп сұрақ қойыңыз. Вот осылай айтады ол сізге, сенің не теңің деп. Мысалы, сіз неге олай айттыңыз деп, мені ренжіту мақсатында ма, мені төмендеу мақсатында ма, мақсатыңыз не еді деп сұрағанда, адамдар былай деп қалады да, ендігіде абайлап сөйлеуім керек екен деп ойланады. Попробуйте, если получится, классно, если не получается, онда бірінші жаңағы қорқыныш, чувство вины, стыдамен жұмыс жасау керек, одан кейін назад на автомате келе бастайды. Біз осы неде жаңа деңгейде осы ең бірінші осы сәттен бастаймыз. Программамыздың ең бірінші модулі именно жертва, спасатель, агрессорға келіп тіреледі. Сонымен жұмыс жасаймыз. Одан кейін ғана чувство вины, стыдаға өтеміз. Осы заттар прорабатываться еткен кезде бір кейсті айтайын. Батыстың келіні. Батыста страшно қарайды екен ғой келіндерге. Мен негізінен өзім Шымкенттікімін, бірақ біз ата енемен тұрмағаннан кейін как-то мен ол заттарды өтіп кеттім да, білмеймін. Бірақтан сол кісі бөлісіп жатыр. Олар күнде или аптасына деді ма, короче, очень часто 30-40 адамды үйіне қонаққа шақыра береді екен. И ана келін молча все это делает. Ол бүкіл дастарханды өзі дайындайды екен да. Бәрін қолдан пісіреді, бүкіл зат ешқайсысын сатып алмайды. Бүкіл затты жаңағы и тамақ, и етті заттары, ассортилары, нан, шелпек, тоқаш, соның бәрін өзі пісіреді екен. Потом артынан қанша ыдыс қалады, представьте, соның бәрін жуады екен. Еще оның көп балаларына, оның балаларына қараспайды екен үйіндегілер. Көрдіңіз бе, қанша жүкті өзі тасып жүр да, потому что ода вина бар ішінде. Мен жаманмын, вот мне таки надо деген заты бар. Бірақ біз қазір ол кісілермен жұмыс жасап жатқанымызға 3,5 айдай болды. Ол уже айта бастады. Последний раз наусымен бөлісті. Тоже үлкен бір қонақ шақыру керек болған екен да. Ол кезде ана смогла вот это ішіндегі затты шығаруға ше, айтуға, менің шамам жетпейді. Мен осынша адамды күтіп шаршаймын. Мынанша бала бар, давайте кафеде шақырайық деген екен. Басында үйіндегілер возмутились, бірақ бір кісі қолдаған екен. Сөйтіп ее поддержали, и олар кафеде істеді. И қазір ол кісімен уже не істейді адамдар андай санасады. Үйдің алдын ол тек қана машинка сияқты еді, тазалайды, жинайды, бала туады, сөйтіп жүрген біреу еді да, бір машинка сияқты. Қазір адам секілді олмен санасады екен тоже. Өйткені ол сөйлей бастады. Қараңыздар, егер де айналаңызда сізді адамдар баса беретін болса, сізді тек қана қолдана беретін болса, онда сіз ойынның ішіндесіз. Или жертвасыз, или спасательсіз, или агрессорсыз. И знаете, хоть жертва болсаңыз да, бір уақыт өткеннен кейін сіз жайлап спасатель бола бастайды, агрессор бола бастайды. Бұл жертва болған адам басқа 3 рөлге де кіре алады, 2 рөлге де. Агрессор болғанда басқа рөлдерге кіре алады. И бұл ойыннан адам шықпайды. Бұған қазір отдельно бір эфир жасаймын. Бүгін сол тақырыпты қозғадық, қазір ақшам бітірейік. Давайте, дайын болсаңыздар, бітіңіздер. Бір тыныш жерге отырыңыздар. Мүмкіндік болса 2 орындық алыңыз, или же отырған жеріңізде 2 осылай, мен, допустим, скамейкада отырмын, и осылай қараңыз. Мына жерде сіз, и мияқта қазір бір затты мен айтам, соны істейсіздер. Так, удобно болса, енді қазір ойлаңыз. Сіз қанша ақша қалайсыз, давайте осымызда. Сіз жақын арада қанша ақшаға қол жеткізгіңіз келер еді? Суммамен определитесь и срокпен, қанша уақытта. Допустим, 3 айда, білмеймін, осынша ақша, 1 жылда осынша ақша. Определиться еткеннен кейін, дайте знать, сердечком бассаңыздар болады. И бір проблема осыда, көп адамдар айтады, байығым келеді дейді да, бірақ нақты сумманы сұраған кезде, әшейін бір нәрсені былай лап етіп айтысады, бірақ душой даже не знает, сколько они хотят. Сондықтан қазір бұл сіз үшін жақсы зат. Определитесь, қанша ақша қалайсыз. Егер определиться етсеңіздер, көрдім бір сердечком, 3 айда 1 миллион, керемет. Енді бетіңіз, вот мына жерде, егер 2 стол болса, 1 столда сіз отырсыз, 2-ші столда или қарама-қарсы бетіңізде сол сумма тұр. Сол сумманы как вы видите, неге ұқсайды? Бір образға кірсе, чемоданындағы ақшама, или просто андай блок-блокпен жатқан ақшама, или сейф тұрма, кошелек тұрма, или карточка тұрма. Көз алдыңызда сезініңіз.
сол сіздің қалайтын сумма қандай кейіпте? Если представили, дайте знать лайкпен. Біреулерде қорқынышты образда болуы мүмкін, кстати. Егер қорқынышты образ болса, онда айтыңыздар. Молодцы. Енді бүйтіңіз. Сіз қазір мына орында отырсыз, өзіңіздің орныңызда. Орныңыздан тұрыңыз да, мына ақша тұрған жерге келіп отырыңыз. Так, мен даусым естіліп тұр ма? Көрініп тұрған прозрачный пакетте тұр. Керемет. Мен даусым естіліп тұр ма, ханымдар? Маған біреу звондап қалды. Каспий Голд жатыр. Керемет. Так, мен естіліп тұрмын ба? Ал, керемет. Енді қараңыз, сіз мына ақшаға отырған кезде сезіміңізді тыңдаңыз. Қалай отырдыңыз? Оңай отырдыңыз ба, или сезімді тыңдаңызшы, қандай сезімдер пайда болды? Сіз қазір ақшасыз. Сол қалаған суммаңыз сізсіз. Сезініңіз өзіңізде. И каково вам на этом месте? Приятно, неприятно, страшно. Радостно да болуы мүмкін. Шок болуы мүмкін біреулерде. Ақшаны қолыма алып қуанып отырмын. Жоқ, сіз пока только ақшасыз. Сіз ақшасыз. Сіз әлі ана жақта отырсыз. Сіз қазір просто ақшаның орнына отырдыңыз. Енді қараңыз, өзіңізге бүйтіп сұраңыз. Мен ақша, вот осы сумма, мен ақша, мына қазір қарсымда отырған Ақеркеге осы сұрақта келуге дайынмын ба? Әрқайсыңыз өз атыңызды айтыңыз, өз сұрағыңызды айтыңыз, и суммаңызды айтыңыз. Допустим, мен Ақерке бір айда, мен ақша, осы мен, допустим, мен 10 миллион теңге бір айда Ақеркеге баруға дайынмын ба? И сезіміңізді тыңдаңыз. Не деп жатыр? Не дейді? Я дайынмын деуі мүмкін. Бірақ сіздің автоматия айтуларыңыз мүмкін. Я дайынмын деп. Бірақ глубинный заттар табу керек. Глубинный заттар шешілме, ол поверхностный зат и так та болмайды. Оны өздеріңіз де көріп жүрген шығарсыздар. И так та осы мысалы қанша сумманы күнде ойлайтын шығарсыздар. Неше түрлі адамдарды көрдіңіз, менде де болса ғой деп. Бірақ на деле нету. Сондықтан глубинный заттар табу керек. 1 миллион бір айда емес, 3 айда келетін сияқты. Жақсы, 3 айда. Енді сұраңыз. Вот мен ақша осынша срокта Ақеркеге мен осынша ақша осынша срокта Ақеркеге баруым үшін Ақерке не істеуі керек? Қазір ойыңызға келіп жатқан бүкіл действияларды неге жазыңыз? Блокнотыңызға жазыңыз. Қасыңызда қандай зат бар, соны алыңыз да тез жазыңыз. Ештеңкені логиканы қоспаңыз, чисто просто жазыңыз. Не келіп жатыр? Жаза беріңіз. Бір әрекеттер айту мүмкін, бір состояние айту мүмкін. Менде мысалға айтқан, сыртқа шық деді. Менде анан сен не деді, содан кейін оны айтамын. Сіздер жазыңыздар. Қандай әрекеттерді айтып жатыр, бәрін жазыңыз. Ол, знаете, кәдімгі іс әрекет болуы мүмкін, и абстрактный да зат болуы мүмкін. Мысалға, өзіңе сене баста, ананы кешір, или білмеймін, адамдарға ашыла баста деген осындай абстрактный да зат болуы мүмкін. Көзге көрінбейтінші, чувствомен істелінетін заттар да болуы мүмкін. Не келіп жатыр, бәрін жаза беріңіз. Дайын болғанда белгі беріңіздер. Ойлап жүрген идеяларымды іске асыруым керек. Керемет. Нақты действиялар айтсақ күшті болады. Сіз мұнда жазбасаңыз да болады, өзіңізге главное жазыңыздар.
нақты іс әрекеттер. Ойыңдағы істер олар не? Магазин ашу ма, суреттерді салу ма? Қазір мен инфобизнесқа қатысты айтып жатырмын, өзім инфобизнесте болғаннан кейін. Реклама жіберу ма, или үйіңді тазалау ма, или же балаңа көңіл бөлу. Қараңыздар, осындай заттар да шығуы мүмкін. Сондықтан өзіңізді тыңдаңыз. Так, енді надеюсь біразын жазып болдыңыз. Енді қазір қайтадан сіз әлі ақшаны орындап отырсыз, сіз әлі ақшасыз. Енді қайтадан ақеркеге қараңыз, алдыңызда отырған өзіңізге қараңыз и сұраңыз: мен ақша, егер де ақерке осының барлығын істейтін болса, осы срокта оған шынымен де барамын ба? Сезініп, тағы да бір сұраңыздар. Не деп жатыр, бөлісіңіздер. Біреулері жоқ, бармаймыз деп айтуы мүмкін. Осының бәрін істесе де бәрібір де бармаймыз деп айтуы мүмкін. Біреулерде иә, барамыз деуі мүмкін. Бұл уже біраз проработанный адамдар, уже психологиямен біраз таныс адамдар. Кім уже анау жертва, спасатель, агрессорды уже біледі, и ол ойынға кірмейтін адамдарда уже иә, барамыз деп айтуы мүмкін. Уже сіздің бұл проработанный уровеніңізге байланысты. Егер жоқ, әлі бармаймын десе, қазір бір зат айтамын, соны істейміз. И не үшін бармайтынын табамыз. Я әрине қалай курстарымды түсіріп боламын, солай тез келетін сияқты. Керемет. Онда сіз, ханым Оразымбетова, так, есіміңізді жоқ екен. Оразымбетова ханым, сіз алыңыз да, енді өз орныңызға отырыңыз. Вот қай жерде адам отырмыз ғой. Сол жерге отырыңыз да, 3 рет терең дем алыңыз. Мұрынмен дем алып, ауызбен шығарыңыз, асықпай. И осы энергияны впитайте в себе. Ал кімде жоқ, келмейміз деп жатқан болса, давайте екінші тест. И Оразымбетова ханым, сіз де бір істеп көрсеңіз болады. Сразу барамыз деді, прям қуанып отырмын, риза болып. Керемет, значит, сіз дайынсыздар деген сөз. Вам просто нужно встать и делать. Анау, қазір рилста не жүр ғой? Нет, құдай-ау, прикол. Типа, хочешь стройную фигуру, хочешь вот это десе, да, потом, тогда встань дейді ғой, ах, лохотрон дейді. Сол сияқты болмаңыздар, әрекетсіз ештеңке болмайды. Жақсы? Сіздер уже энергияларыңыз, вот кімде келемін деп айтты, бар ғой, ол кісілерде уже энергияларыңыз сіздерде дайын тұр. Просто оны алу керек та, сыртқа шығару керек. Егер сіз оны ұстап ішіңізде отыра беретін болсаңыз, ауыра бастайсыз. Или тісіңізді жұлдырасыз, или тісіңіз шірей бастайды, или басқа бір органыңыз ауырады, или же стрессқа кіріп кетесіз, апатия, депрессияға кіріп жолдасыңызбен ұрса бастайсыз, или білмеймін, қуып кетесіз. Лучше ол энергияны алыңыз да сыртқа шығара бастаңыз. Сол кезде көресіз, магнитім тарта бастайды жаңағы заттарды. Бұл зат рас зат. Просто тұрыңыз да істей бастаңыз. Енді давайте последний тест, тағы бір тексеріңіздер, чтобы анда бір нәрселер қалып қалмасын. Кімде келмейміз деді, сіздер де жасаңыздар, сіздерге не үшін келмейтінін анықтайсыздар. Қазір давайте удобно отырыңыздар, арқаларыңызды тік ұстаңыздар, былай сүйкеніп отырмаңыздар, өздеріңізді ұстаңыздар. Көздеріңізді жұмып, терең 2 рет дем алыңыз. Алла разы болсын, өте дұрыс айтасыз. Сіздерден де разы болсын. Так, көздеріңізді жұмыңыз. Техниканы енді бастадық. Микош ханым, сіз қосылсаңыз болады. Көздеріңізді жұмыңыз да, и представьте, сіз бір сосудсыз. Сосуд бір ыдыссыз, иә? Ол үлкен бір бачок болуы мүмкін, бір үлкен құмыра болуы мүмкін, кішкентай бір стакан болуы мүмкін. Сіз бір сосудсыз. Ал ақша, ол бір энергия. Ол энергия, и энергияны представьте в виде воды. Су. Сіз сосудсыз, сіз ыдыссыз. Енді қараңыз, ақша сізге құйылып жатыр. Вот сіз сосудсыз, ыдысқа, ақша сізге құйылып жатыр. Бірінші сұрақ, сіз қандай сосудсыз? Размеріңіз қандай? Жазбасаңыз болады, қазір просто өзіңізге жауап бере беріңіз, соңында бөлісесіз. Сіз қандай сосудсыз? И ақша сізге құйыла алып жатыр ма? И қанша құйылып жатыр? Біреулерде ауыз жабылып қалуы мүмкін, или узкое горлышко болып қалуы мүмкін. Сізде қандай? Біреулерде, иә, расымен де толып жатады, аузына дейін толуы мүмкін. Біреулерде андай түбіне ғана жетуі мүмкін.
Сіздікі қандай кассон анықтаңыз. Ақша бұл энергия, поверьте. Қазір соны енді сезініңіз. Что вас держит? Ол сіздің, знаете, я уверена, ешқайсыңыз білімсіз емессіздер. Барлықтарыңыздың бір қабілеттеріңіз бар, чем вы можете заработать. Это стопудово, в этом я уверена. Потому что адам солай жаратылған. Бүкілінің бір қабілеті бар. И адам болды өлесің, басқа выход жоқ деген кезде тұрып бір нәрсе істеп ақша таба алады. Бірақ сол ақшаны табу үшін вот адамда энергия керек. Ақша ішкі состоянияға келеді. Маған звондап қалды, естімей қалдым. Так, онда сіз бас жағынан көресіз, иә, ханым, бас жағынан көресіз. Қысқа эфир, қазір уже аяқтаймыз. Соңына қарай жақындатып көре саласыз. Енді так, істеген ханымдар, қараңыздаршы, егер де узкое горлышко болып жатқан болса, так, обратный нет связи, только сіз беріп жатсыз, ханым, так что сіз үшін қайталаймын. Көзіңізді жұмып, ыңғайланып отырыңыз, арқаңызды тіке ұстаңыз. И представьте, ақша бұл энергия ғой, и энергия в виде воды болса, су, ақша прям су сияқты құйылатын осындай сондай субстанцияда болса, ал сіз бір сосудсыз, ыдыссыз. И ақша сізге құйылып жатыр. Сіз ыдыссыз, ақша сізге құйылып жатыр. Енді қараңыз, бірінші сұрақ, сіз қандай сосудсыз, қандай ыдыссыз? Үлкен, кіші, тар, кең. И ақша сізге қаншалықты құйылып жатыр? Вообще құйылып жатыр ма? Біреулерде ыдыстың аузы бүйтіп жабылып қалады. Біреулерде жіп жапқанда үстіп тартып қалады. Біреулерде вообще просто крышка жабылып қалады. Әркімде әртүрлі. Біреулерде ашық тұра береді. Бірақ толмауы мүмкін. Біреулерде ашық тұрады, и толуы да мүмкін. Бұның барлығы сіздің проработаныңызға байланысты. Нақтағы установкаларды шұқылап қазып, біліп анықтағаныңызға байланысты. Енді так, кімде қандай сосуд бөліссеңіздер, и қаншалықты құйылып жатыр или құйылмай жатыр. Сіздерден жауап күтем. Жауаптарыңызға қарай, сіздер жауап айтсаңыздар, мен соған қарай больше берем. Өйткені мен мына жерден алып вообще басқа зат айтып жатқан болуы мүмкін, а сізде вообще басқа зат шыққан болуы мүмкін. Сондықтан давайте, и что вам было полезно, қалай не болып жатыр бөліссеңіздер. Қандай сосуд, құйылып жатыр ма, құйылып жатқан жоқ па, жабылып қалып жатыр ма, что там происходит? Картинамен бөлісіңіз. Мен стеклянная бутылка сияқты елестеттім. Бұрайтын жері қымбат корона сияқты. Керемет. Аузы кең. Ал ақша қаншалықты құйылып жатыр? Құйыла алып жатыр ма? Ашық тұр, орташа толды, толық толмады. Керемет. Жақсы су құйылды, прямо көрініп тұр. Толық толды ма? Сіздің көңіліңіздей толық толды ма шы? Шөлімді басып алғандай болдым. Әдемі, ханым, сіз, значит, дайынсыз деген сөз, сіз уже бұрыннан, наверное, әр жақтан оқып, изучать етіп жүрген адам сияқтысыз, сіз іс-әрекетке көшіңіз, жақсы. Қаншалықты көшесіз іс-әрекетке, соншалықты тез өсе бастайсыз. Отыра берсеңіз, жаңағы айтқандай проблемалар басталады, жақсы. Энергияңызды босқа құртпаңыз. Так, енді кімдерде толық толмады, кімдерде аузы узкий болып құйылмай жатты. Сіздер енді қазір қайтадан көздеріңізді жұмыңыздар да, осы препятствие не зат? Неге толмай жатыр? Неге аузы қысылып қалып жатыр? Қорқыныш болып жатыр ма? Көріңіздер, енді осы чувствоны анықтаңыз. Қорқыныш болып жатыр ма? Айнура, сәлем.
Айнура, енді басынан көресің, біз уже аяқтап жатырмыз. Қысқа эфир болды, жақсы. Техникалар соңында екеу бердім. Так, қорқыныш болып жатыр ма? Или же сен лайық емессің деп жатыр ма? Или ей, бізде болмады ғой, тебе куда деп айтылып жатыр ма? Егер де қараңыз, бізде болмады ғой, тебе-то куда десе, это, возможно, родология. Әулеттен әулетке келіп жатқан не болуы мүмкін, установкалар болуы мүмкін. Лайық демессің. Саған да, Айнура. Өкініш, қорқыныш, сенімсіздік. Керемет. Біреулерде чувство стыда. Қараңыз, қай сезім оянса да, или біреу тұрып алып, вот у тебя не получится, ты недостойна деп өйстіп шұқылап атса да, қай сезім келіп жатқан болса да, алыңыз да айтыңыз. Я, мен сені көріп тұрмын, и я разрешаю тебе быть. Қай сезім болса да. Қорқыныш болса, я, мен сені көріп тұрмын, сенің бар болуыңа рұқсат етемін. Просто өйстіп айтыңыз. Проработка принятие арқылы болады. Вот қазір қашпай, просто нужно принять. Сенімсіздік де. Я сенімсіздік, мен сені сезіп тұрмын, мен сені көріп тұрмын, и ты можешь быть во мне. Сен менің ішімде бола аласың. Өкініш болса да. Енді ханымдар, қараңыздар. Өйстіп қазбаласың түбінен шыға береді, бірақтан қазған сайын неден, жердің астынан қалай алтын шығады, тура солай сіздердің де алтын қабілеттеріңіз, потенциалдарыңыз ортаға ашылады. Сол себепті осы жерден аяқтаймыз. Сіздерге вот бағыт осы. Осы заттармен жұмыс жасаңыздар. Бұл сіздерге уже бағыт. Осылармен алып жұмыс жасау керек. Сіздерге де көп рахмет қатысқандарыңызға. Қараңыздар, мен сіздерге мына затты айтқым келеді. Ақша энергия. Ақшаны ішкі состоянияға келеді. Ақша сіздің көп жұмыс жасағаныңызға қарай келмейді. Простой пример, вот миыңызды осы затқа убедить ету үшін бүйтіп қарай аласыз. Наверное, осыға дейін барлығыңыз бір армандарды жазған бір момент болған шығар, дұрыс па? Барлығыңызда болған шығар, сонда бір арман жазған, список желаний жаздыңыздар ма? Сол список егер болса ашып қараңыздар. Егер есіңізде болса, просто есіңізге түсіріңіз. Сол заттар мысалы орындалды ма? Вот зуб даю, обязательно орындалған заттар ішінен бар. Так, қараңыздар, сол заттардың орындалған ішінен орындалған заттар бар. Стопудово. Сол кезде мысалы сіз сол арман жазып жатқанда ойладыңыз ғой, как так получится ли деп, осылай тура қорқыныш, сенімсіздік жаңағы, бла-бла, бүкіл комплекс, бүкіл зат болды ғой ортада. Бірақтан у вас же получилось. Дұрыс па? У вас получилось, қараңыздар. Значит, қазір сіздің ойлап жатқан затыңызда у вас получится. Бұл неге байланысты? Бұл энергияға байланысты. Бұл сіздің ішкі халіңізге байланысты. Сондықтан ішкі халдеріңізбен жұмыс жасаңыздар, ханымдар. Так, мен соткам сертификатқа салайын. Так, мынау тұр ғой. Ішкі халдеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Ішкі состояниені реттегенде өзі и так-та келеді арт-артымен. И еще важный момент, көбісі ойлайды, дүниеде екі-ақ не бар деп, рост А точка мен Б ғана точка деп ше. На самом деле не так. Сіз өзіңізбен жұмыс жасап бастаған кезде, сіз бірінші А точкасынан Ә точкасына көтерілесіз. Қазақша алфавитпен айтатын болсақ. Әден кейін Б-ға көтерілесіз. Б-дан кейін В-ға. Үстіп қанша әріп бар, сонша сөйтіп көтеріліп кете бересіз. Өмірде өйткені екі-ақ түрлі өмір сүріледі. Или көтерілесің по ступеньке, или же бір ортада тұрасың и жайлап наоборот төменге қарай түсе бастайсың. Енді сондықтан қараңыздар, сіз, я уверена, әрқайсыңыз осыға дейін и так-та А точкаңыздан Ә точкаға көтерілдіңіздер. Ақыр сіз осы психологияны қарап атсаңыз, ақыр жаңа курс жазам деп атсыздар, инфобизнесті қарап атсаңыздар. Қазір технология заманда білім өте көп қой. Я вот уверена, сіз Адан Әға точно көтерілдіңіз. Енді Әден Б-ға әрекет етіңіз, Б-дан В-ға әрекет етіңіз. И өмір сол жерде тоқтап қалмайды да, ойламаңыз да, бұны не үшін айтып жатырмын. Біздің көбімізде мынандай ой тұрады. Так, менің бақытым вот ана жерде, сол жерге жетсем, все, бүкіл өмірім өзгереді, бақытты бола бастаймын, барлық проблемам шешіледі дейді. На самом деле не так. Сіз, возможно, сол точкаға жетесіз,
возможно ойлаған заттарыңыз шешіледі, бірақ новый зат пайда болады. И этим осымен өмір өте әдемі, өмір осымен өте күшті. Сіз дәрежесінде сезген өмірдің дәмі мүлдем бөлек. Ана деңгейінде сезетін неңіз деңгейін өмірдің дәмі мүлдем бөлек. Деңгейінде сезетін өмірдің дәмі мүлдем бөлек. Поэтому әрқашан алдыға жылжып отыру керек. Сол үшін исламда айтады, мұсылманның бір күні екінші күніне ұқсамайды деп айтады. Бұл жерде посыл қандай? То, что всегда дамып отыру керек. Дамып отырған кезде каждый ступенькадан көтерілген сайын сіздің өміріңіз лучше бола бастайды. Қалай гүлді еккен кезіңізде басына бітіп жай жаңағы росток шығады, содан жайлап бутон пайда болады. И с каждым разом гүл ашылып, керемет аңқыған иіс ортаға жаяды ғой. Адам да тура солай. Сіз жай өсес, и мынандай пикқа жету керек та, өзіңіздің Аллахтың әр адамды жаратқан бір күшті несі бар. Ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі бар. Ешкімге ұқсамайды. И адам сол іштегі потенциалын, сол дәнегін суарып, толыққанды ашатын болса, сіз бриллиантсыз. Әрқайсымыз бір бриллиантпыз. Мен бриллиант болсам, басқа адам төмендеп қалады деген зат жоқ. Или мынандай зат жоқ. Балаларыңызға мына сөз тоже айтпаңыздар. Сен ең әдемісің. Я этого против. Сен ең әдемісің. Получается, ол ең әдем болу үшін қасында басқалар жаман болу керек. Бұл енді осыны наоборотын қараңыздар. Значит, мен басқадан жаман болып тұрсам, точнее, басқа менен күшті болып тұрсам, мен жаманмын деген сөз. Өмір ондай емес. Өмірде и мен де жақсы бола аламын, и сіз де жақсы бола аласыз. И мен де бриллиант бола аламын, и сіз де бриллиант бола аласыз. Өмір сондай. Соған қарай стремиться ету керек. Так, сіздерде сұрақ болса, жауап берейін. Ақерке ханым, сізге прям ризамын ғой, Алла разы болсын. Кстати, ханымдар, осындай білім аласыздар ғой біреулерден. Мен сізбен қазір бөлісіп жатырмын, қанша энергия, уақытымды бөліп ше. Бұл менің тоже жұмысым ғой, на самом деле. Маған ақша төлеп келген адаммен де мен осылай жұмыс жасаймын. Қазір сіздермен де тура солай жұмыс жасап жатырмын. Получается, мен уақытымды сіздерге бөліп жатырмын. И сіздердің оплатаңыз осылай лайк, рахмет айту и неде комментарийда фидбэк, отзыв емес, қалай айтады, кері байланыс жасау. Бұл сіздің оплатаңыз. Сол кезде сіз осында төлеу арқылы, жаңағы лайк басу арқылы, комментарий жазып төлеу арқылы сіз осы білімді өзіңізге сіңіресіз. Егер де сіз бермесеңіз ала алмайсыз. Сондықтан всегда беріңіздер. Сол себепті Назерке ханым, рахмет, оплатаңызды я принимаю. Менің де білімім сізге дарысын. Мотиваторсыз дейді. Мотиватор ма? Егер ұнаса ризамын. Бірақ ешкімге мотиватор бола алмайды. Ары кетсе стимул болады. Мен сізге стимул бола аламын. Тұрып, әрекет етеді. Давай деп энергия адам алады да, өйткені энергия передается. Бірақтан бұл сізге навечно жетпеуі мүмкін. Өйткені мотивация әр адамның өзінің ішінен, миының стволынан шығатын зат. И оны сырттан ешкімге бере алмайды. Сондықтан сіздер әрқайсыңыз өздеріңізге мотиватор болыңыз. Қай кезде адам өзіне мотиватор болады, не үшін жасап жатқан білгенде, и жаңағы бүкіл жүктерді тастағанда, чувство вины, қорқыныш, жаңағы мен андай мұндаймын деген заттардан арылған кезде, или жұрттар андай мұндай деген өмірді әділетсіз, жаман жер қылып көру тоқтатқанда, адамда ашыла бастайды. Кімнен оқыдыңыз, кімнің шәкіртісіз? Егер институт болса, пинг-понг оқыдым. Казаньда, кстати, советую, кім психологиямен интересоваться ететін адамдар. Сонда барыңыздар. Поволжский институт Казаньда кураторлар мынандай білім вообще супер. И біздің дипломда практический психолог деп берді. Практический. Именно практикада өмірден қолданатын и жемісін беретін білімдер береді. Сол жақта оқысаңыздар болады. И қазір ол жерде программа еще лучше болып келе жатыр. Біз енді жай басталып жатқанда оқыған студенттер едік та, қазір вообще күшті болып дамып жатыр. Сол жаққа барсаңыздар болады. Мен рахмет. Сіздерден де Аллах разы болсын. Осы жерде анықтаймын. Так, мен қарызымдан құтылдым. Кстати, қарыз қай кезде болады? Когда сізде ментально қарыз болғанда тоже қарыз болады. Так, осы жерден бітірейін. Сұрақтарыңыз болса тағы айта берем. Так, мен екінші эфирді жасағым келді. Жаңа жертва, агрессор, спасатель туралы. Может, қазір кірем или аудио қылып жіберем. Все, ханымдар, жақсы рахмет қатысқандарыңызға. Білім сіздерге дарсын, пайдасын көріңіздер. Көрші